Достар, дерт көп, денсаулық біреу. Дертке ем, арнамызға жазылыңыздар да, денсаулықты бірге сақтайық. Көпшілік буын ауруын қартаюмен немесе тек ауа райымен байланыстырады. Алайда шынайы себеп көбіне мүлде басқа. Кейде ауырсынудың түп негізі қате өмір салтында. Буынға ең қауіпті нәрселердің бірі қозғалыссыздық. Күні бойы қозғалыссыз отыру буынның жансыздануына апарады. Артық салмақ буынға артық қысым түсіреді. Тек 5 артық салмақ тізе буындарына 50 қысым түсіруі мүмкін. Сонымен қатар, дұрыс тамақтанбау буынның негізгі жауы. Фастфуд, газдалған сусын, тәттілер шеміршекті тоздырады. Ағзада кальций мен магний жетіспесе, буын тез тозады. Буын тек физикалық емес, психологиялық стресстен де ауырады. Стресс кезінде ағзада қабыну гормондары көтеріледі. Олар буынға әсер етіп, ауырсынуды үдетеді. Көп адам буын ауруы басталғанда тек май жаға салады. Бірақ бұл тек уақытша әсер береді. Ең алдымен тамырды іздеу керек. Аяққа ыңғайсыз аяқ киім кию тізе мен белге әсер етеді. Тіпті жастық дұрыс болмаса, мойын омыртқасы зақымданады. Буынға күнделікті ауырлық, жұмыс, үй тірлігі бәрі әсер етеді. Көп адам спортпен шұғылданғанда денені дұрыс қыздырмайды. Нәтижесінде буын жарақаты. Буынның саулығы үшін су ішу өте маңызды. Күніне кемі 2 литр су ішкен дұрыс. Су шеміршек арасына майдай қажет. Сондай-ақ дәрумен жетіспеушілігі де әсер етеді. Көбіне дәрумені омега-3, магний, кальций жетіспейді. Анализ тапсырмай дәрумен ішіп, өз денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Халық емдері тиімді, бірақ дұрыс қолданылса ғана. Мысалы, ауырғанда ыстық май жағу қабынуды күшейтуі мүмкін. Қандай ем қолдансаңыз да дәрігер кеңесімен болғаны дұрыс. Кейде буын емес, жүйке жүйесі ауырсынуды тудырады. Яғни мәселе буында емес, нерв жүйесінде болуы мүмкін. Сол себепті әр ауырсынуды түсініп, терең зерттеу қажет. Сондай-ақ қозғалыс буынға өмір береді. Күн сайын 15 минуттық жаттығу буындарды қорғайды. Буынға пайдалы жаттығулар, созылу, йога, жеңіл серуен. Жаттығу ауыр болмауы керек, буынды күшейтетін болуы қажет. Ұйқы дененің қалпына келу үшін өте маңызды. Түнгі ұйқы аз болса, буындарда демалмайды. Буын ауруына қарсы шөптер, жабайы жалбыз, сарсабақ, долана. Бұл өсімдіктер ағзаны тазалайды және қабынуды азайтады. Буынға арналған компресстер мұзбен де жасалуы мүмкін. Ыстық емес, керісінше салқын компресс қабынуға жақсы. Сонымен қатар, қан айналымы нашарласа, буын да ауырсынай бастайды. Сол үшін массаж, монша өте пайдалы. Жай ғана денені жақсылап уқалау жеңілдік береді. Қант диабеті, қалқанша без ауруы сияқты дерттер де буынға әсер етеді. Оларды ескермей емдеген уақыт жоғалту. Сондықтан буын ауырса, жалпы тексерістен өтіңіз. Кейде буын ауырса, ол ішкі ағза сигнал беруі мүмкін. Мысалы, бауыр немесе бүйрек проблемасы. Ағза бір тұтас жүйе. Бір жер ауырса, екінші жерге әсер етеді. Ең бастысы сабыр, дұрыс ем, тәртіп. Буын сенің тірегің. Оған күтім өзіңе күтім. Жас келгенде емес, жастайынан қорған. Қазірден бастап дұрыс өмір салтын қалыптастыр. Сонда 60-70 жастада жеңіл қимылдайсың. Буын сенің қазынаң. Оны бағала. Көпшілік буын ауруын қартаюмен немесе тек ауа райымен байланыстырады. Алайда шынайы себеп көбіне мүлде басқа. Кейде ауырсынудың түп негізі қате өмір салтында. Буынға ең қауіпті нәрселердің бірі қозғалыссыздық. Күні бойы қозғалыссыз отыру буынның жансыздануына апарады. Артық салмақ буынға артық қысым түсіреді. Тек 5 артық салмақ тізе буындарына 50 қысым түсіруі мүмкін. Сонымен қатар, дұрыс тамақтанбау буынның негізгі жауы. Фастфуд, газдалған сусын, тәттілер шеміршекті тоздырады. Ағзада кальций мен магний жетіспесе, буын тез тозады. Буын тек физикалық емес, психологиялық стресстен де ауырады. Стресс кезінде ағзада қабыну гормондары көтеріледі. Олар буынға әсер етіп, ауырсынуды үдетеді. Көп адам буын ауруы басталғанда тек май жаға салады. Бірақ бұл тек уақытша әсер береді.
Ең алдымен тамырды іздеу керек. Аяққа ыңғайсыз аяқ киім кию тізе мен белге әсер етеді. Тіпті жастық дұрыс болмаса, мойын омыртқасы зақымданады. Буынға күнделікті ауырлық, жұмыс, үй тірлігі бәрі әсер етеді. Көп адам спортпен шұғылданғанда денені дұрыс қыздырмайды. Нәтижесінде буын жарақаты. Буынның саулығы үшін су ішу өте маңызды. Күніне кемі 2 литр су ішкен дұрыс. Су шеміршек арасына майдай қажет. Сондай-ақ дәрумен жетіспеушілігі де әсер етеді. Көбіне дәрумені омега-3, магний, кальций жетіспейді. Анализ тапсырмай дәрумен ішіп, өз денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Халық емдері тиімді, бірақ дұрыс қолданылса ғана. Мысалы, ауырғанда ыстық май жағу қабынуды күшейтуі мүмкін. Қандай ем қолдансаңыз да дәрігер кеңесімен болғаны дұрыс. Кейде буын емес, жүйке жүйесі ауырсынуды тудырады. Яғни мәселе буында емес, нерв жүйесінде болуы мүмкін. Сол себепті әр ауырсынуды түсініп, терең зерттеу қажет. Сондай-ақ қозғалыс буынға өмір береді. Күн сайын 15 минуттық жаттығу буындарды қорғайды. Буынға пайдалы жаттығулар: созылу, йога, жеңіл серуен. Жаттығу ауыр болмауы керек, буынды күшейтетін болуы қажет. Ұйқы дененің қалпына келу үшін өте маңызды. Түнгі ұйқы аз болса, буындарда демалмайды. Буын ауруына қарсы шөптер: жабайы жалбыз, сарсабақ, долана. Бұл өсімдіктер ағзаны тазалайды және қабынуды азайтады. Буынға арналған компресстер мұзбен де жасалуы мүмкін. Ыстық емес, керісінше салқын компресс қабынуға жақсы. Сонымен қатар, қан айналымы нашарласа, буын да ауырсынай бастайды. Сол үшін массаж, монша өте пайдалы. Жай ғана денені жақсылап уқалау жеңілдік береді. Қант диабеті, қалқанша без ауруы сияқты дерттер де буынға әсер етеді. Оларды ескермей емдеген уақыт жоғалту. Сондықтан буын ауырса, жалпы тексерістен өтіңіз. Кейде буын ауырса, ол ішкі ағза сигнал беруі мүмкін. Мысалы, бауыр немесе бүйрек проблемасы. Ағза бір тұтас жүйе. Бір жер ауырса, екінші жерге әсер етеді. Ең бастысы сабыр, дұрыс ем, тәртіп. Буын сенің тірегің. Оған күтім өзіңе күтім. Жас келгенде емес, жастайынан қорған. Қазірден бастап дұрыс өмір салтын қалыптастыр. Сонда 60-70 жаста да жеңіл қимылдайсың. Буын сенің қазынаң. Оны бағала.